Қазақ тілі пәні. Тақырыбы сан есім, дара және күрделі сан есім. Жаңа сабақ. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіреді. Сұрақтары қанша, неше? Сан есімнің екі түрі бар. Дара және күрделі. Дара және күрделі сан есімге байланысты бейне жазбаны қара. Дара және күрделі сан есім. Заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Оларға қанша, неше деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 1, 71, 55, 21, тағы басқалары. Сан есім құрамына қарай дара және күрделі деп екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден құралады. Мысалы, 1000, 100, 20, 30, 1, 2, тағы да басқалар. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, 11, 12, 25, 56, тағы басқалары. Күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Мысалы, 6675. Бүгін оқушылар 51-ші жаттығу 97-ші беттегі, 56-шы және 59-шы жаттығу 100-ші бетте орналасқан. Осы жаттығуларды орында. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа.